2022 жылы барған кезімізде 80-дегі апаны қосып жіберді бізге. Көзі көрмейді, құлағы естімейді. Апамыз қасында баласы бар. Жаңағы жеңгеміз: Ержан, мына апа саған аманат. Ержан, мына апа саған аманат. Көзі көрмейді, құлағы естімейді. Бір нәрсе айтсаң: мен естімедім дейді. Енді барғаннан кейін не істейміз? Ана кісіні алып жүру керек. Апа не істейміз деп айтты. Менің қасыма деді, көзі көретін біреу болса болды деді. Ақтөбеден келген Медет деген ағамыз бенен жеңгеміз болды, жас кісілер. Сол кісінің қасындағы жеңгеміз алып жүрді жаңағы апаны, 80-дегі апа. Үнемі сол кісі алып жүрді. Топтың алдында жүреді ғой шіркіндер. Топтың алдында бірінші жүреді. Мына жаққа қайтыңыздар, басқа жаққа кетіп барды. Мына жаққа қайтыңыздар деп. Әлгі кісі 10 күн бойы жалғыз жаңағы аяғымен жүрді. Біз ойлап едік, коляскамен алып жүреміз ба? Осы бір жаңағыда қиындық туғызатын шығар деп жаңағы қатты уайымдап едік. Керісінше әлгі апамыз өзінің аяғымен жүрді. Менің алдымда көзін көретін бір адам болса болды деді ғой. Алла тағалаға сондай бір тәуекел қылған адам, Алла күш-қуат беріп қойды жаңағы апамызға. Ауырған да жоқ, сырқаған да жоқ, еш нәрсе болған жоқ. Жаңағы апамыз бастан аяқ өзі жүріп, өзі құлшылығын жасап, өзі тауафын жасап, арбаға, коляскаға еш нәрсеге мұқтаж болған жоқ жаңағы кісі.